Балалар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 40-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы мақтанышым астанам. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Оқулықта бізге қала атауына қатысты берілген дыбыстардан басталатын сөз тіркесінің ойластыр дейді. А. Аспаны ашық елорда. С. Символы бәйтерек. Т. Табиғаты тамаша. А. Алып құрылыс қаласы. Н. Нұрланған қала. А. Алтын арқа даласы. Балалар, қандай қала туралы айтылып тұр? Астана қаласы, яғни аспаны ашық елорда. Символы бәйтерек, табиғаты тамаша. Алып құрылыс қаласы, нұрланған қала, алтын арқа даласы. Екінші өлеңге сай ырғақ таңдап алып оқы. Мақтанышым астанам. Алтын арқа даласы, жасыл есіл жағасы, қанат жайып құлпырған, аспаны ашық қаласы. Болашаққа бастаған, шарықтайды асқаған, елордасы отанның, мақтанышы астанам. Еңбек қайнаған, алып құрылыс айналам, ғимараттар ғажайып, шоқтығындай байдалам. Батыс шығыс зергері, үйлескендей өрнегі, астана алып көрмесі, әсем сәулет өнері. Ермек Өтетілеуұлы. Ермек Өтетілеуұлы, яғни өлеңнің автор туралы кішкене мағлұматтар айтып өтейік. Ермек Өтетілеуұлы балалар ақыны, аудармашы. 1938 жылы дүниеге келіп, 2006 жылы дүниеден өтті. Ақмола, қазіргі Астана қаласында дүниеге келген. Балаларға арналған ең күшті адам, әдептілік әдемілік, биік үйдің балалары атты кітаптары жарыққа шыққан. Екінші тапсырмаға қараймыз. Өлең жолдарына мысал келтір. Өлең жолдары: қызу еңбек қайнаған, алып құрылыс айналам. Мысалдар: айналамның барлығы алып құрылыстар, адамдардың барлығы қызу еңбек жасауда. Өлең жолы: астана алып көрмесі, әсем сәулет өнері. Мысалдар: астана сәулет өнері, жақсы дамыған қала. Екінші тапсырмаға қараймыз. Бізде суретте көрікті Астана берілген. Яғни көрікті Астана тақырыбына мәтін құрастырып көрейік. Көрікті Астанам. Астана қаласы сәулет өнерінің қаласы. Бұл қалада биік ғимараттар тиімді орналасқан. Қала жастары еңбекқор және өнерлі. Астанада театрлар, саябақтар, үлкен сауда орталықтары бар. Астана көрікті, сұлу, ғимараттары ғажайып қала. Бәйтерек кешені Астананың символы. Екінші тапсырмаға қараймыз. Астана тарихы тақырыбында дерексөздерден, кітап, ғаламторлардан мәліметтер жинастырып, және келесі беттегі сызба бойынша жазыңдар дейді. Бізге сызбада Астана бұрынғы атауы дейді. Астананың бұрынғы атауы Ақмола. Қай жылы Астана атанды? 1977 жылы Астана атанды. Бәйтеректің биіктігі қанша метр? Бәйтеректің биіктігі 97 метр. Қай өзеннің жағалауында орналасқан? Есіл өзенінің жағалауында орналасқан. 8-ші жаттығуға қараймыз. Астанаға айтар тілегің. Дәптеріңе жаз дейді. Астанаға айтар тілегім: тыныш, көрікті, сұлу болсын, халқы тату болсын, көркейіп, өніп, өсе берсін. Балалар, және де сендер Астанаға қандай тілек айтар едіңдер? Өз ойларыңды да айтып өтіңдер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.